Сонда Аллаға деген адалдық деген нәрсені қараңыз қандай. Мысалы, Алланың айтқанымен жүреді. Алла жүрегінде әрдайым жоғары орында алады. Алла тағаланың досы, енді Алла ондай құлды қаншалықты жақсы көріп тұр. Мән адали валиян. Кім менің досыма дұшпандық қылса. Қараңызшы қалай бастаған. Құлыма деген сөзді айтпады. Кім менің досыма дұшпандық қылса, фақода азантуху бил харби. Онда мен оған соғыс жариялап қойдым. Қараңыз. Алланың досы деген қандай екен? Алла қаншалықты сүйеді екен оны? Басқа риуаятта, мына жерде ада деген сөз келген, тағы бір риуаятында мән әза деп келген. Кім оны ренжітсе, кім оған ренжітсе, зиян тигізсе, не істеймін дейді Алла тағала? Онда мен оған қарай соғысты жариялап қойдым дейді. Соғыс ашқанымды білдірдім дейді. Ең биік дәреже Алланың алдындағы пайғамбарлардан кейін осы уәли. Алла тағала осы биік мәртебеден бастады сөзді. Және қаншалықты сүйетінін осы сөйлеммен түсіндіргісі келді. Алла тағаланың ол құлды жақсы көретінін түсіндірген кезде, кім оны ренжітсе, кім оған қастық қылса, кім оған дұшпан болса, кім оған қарсы қулық сұмдық ұйымдастырса, мен оған қарай соғыс жарияладым деп отыр Алла тағала. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккелік кезеңде. Сөйтіп ол Алланың адал құлы, Алла тағала оған күллі халыққа жеткіздеді. Сөйтіп өмірінде сөйлеп көрмеген сөзді сөйледі. Шықты да: ей адамдар, қиямет сағаты хақ. Алладан басқа құдай жоқ. Қараңыз, адал құлы. Нені айт деді, соны айтып отыр. Сол халықтың ішіне өзінің туған немере ағатайларының бірі Абу Лахаб шықты да: ей, құрып кеткір деді. Мысалы, не істеді ол кісі? Дұшпандық қылды, қастандық қылды. Алла тағала бірден үкімін сол жерден істей салды, шығара салды. Оның ешқашан иман келтірмейтінін білген біліммен. Таббат яда Аби Лахаб ва табба. Абу Лахабтың екі қолы, яғни күллі еңбегі, күллі абырой беделі осы дүниеде жиған, бәрі құрысын деп Алла тағала сондай нәрсені тіледі да, сосын жауабын құрыды да деді.